Ассалаумағалейкум достар. Бүгін сіздер 11x11 көлемінде 2 қабатты үйдің сызбасымен танысатын боласыздар. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Бізде бірінші кіреберіс және коридор. Баспалдақты есептемегенде оның көлемі 2x10-20. Екінші бізде ас бөлмесі. Оның көлемі 4x370. Ас бөлмеден кейін холл. Оның көлемі 6x370. Келесі бізде жуынатын бөлме. Оның көлемі 370x3. Келесі зал. Оның көлемі 7x370. Келесі кезекте бізде екінші қабат. Баспалдақтан көтерілгенде оң жақта бірінші жатын бөлме. Оның көлемі 5x370. Баспалдақтан көтерілгенде сол бетте екінші жатын бөлме. Оның көлемі 480x370. Жатын бөлмеден кейін гардероб. Оның көлемі 2x370. Келесі намазхана. Оның көлемі 3x370. Және бізде соңғы үшінші жатын бөлме. Оның көлемі 5x370. Тағы бір айта кетерлігі, бұл сызбадағы үйдің негізгі қабырғалары 40 см және бөлме аралық қабырғалары 20 см болып есептелінген. Достар, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймыз.